сол джентльмендер Америкада диктаторлық жүйе қалыпта келмесін деп тастай тәртіп бекітіп кеткен. Ол тастай тәртіпті міне 3 ғасырға жуық уақыттан бері небір арамза сайқал, небір супер талант, небір таққа деген махаббаты күшті адам, небір жаңағы креслоға отырса құйрығы жабысып қалатындардың ешқайсысы өзгерте алған жоқ. Американың конституциясы Совет одағы елдерінің конституциясы емес. Совет одағы елдерінің конституциясы ол өзгереді ғой, өзгереді. Америкада заң тастай. Америкада президенттің билігін шектейтін конгресс бар, парламент бар, сенат, қауым палатасы бар. 2 партиялы жүйе бар, кезінде 3-4 партияда болды. Партиясыз өкілдер бар. Шын мәнінде, мәлім бір тұрғыдан қарағанда, Америка президентінің билігінен Американың конгрессінің, қауым палатасының билігі әлде қайда күшті. Тіпті Американы былай қарасаң, президенттің билігі бар болғанымен, президенттің көптеген нәрселерін жаңа конгресс, парламент шектеп отырады. Сол арқылы диктаторлық, дара билеушілік Америкада болмай отыр. Заңды өзгертіп жіберіп, сайланып, тағы заңды өзгертіп, 4 жылды, 5 жылғы, одан 7 жылғы тағы өзгертіп жіберіп, сайлап, қайтадан парламентті таратып жіберіп, тағы сайлап, ол жоқ. Немесе Путин құсап, орнына кім еді ана, Путиннің көмекшісінің аты кім еді ана жігіттің аты? Ана бір арық сопақ жігіт бар ғой. Медведев. Медведевті қойып өзі тығылып отырып, Медведевті қолбалағы ойнатып, артынан Медведевті алып қойып өзі болып сөйтті. Ондай жүйе жоқ Америкада. Америкада оны ешкім қайталаған жоқ. Сондықтан Америкада қалыптасқан демократиялық жүйеден түгілмеңіздер, үміттеріңізді үзбеңіздер. Америкада көп нәрсені сол парламент, конгресс шешеді. Олардағы топтық билік шешеді. Көрдіңіздер ма? Топтық билік шешеді. Бұлай қарап отырсаң, соншама көп адам бірігіп, парламент болып, конгресс, сенат болып отырып, сол адамдардың барлығының оңбаған адам болуы мүмкін ба? Мүмкін емес. Ал бір адамның психикалық ауытқуы болуы, жаңағы лидерлік қателіктері болуы, қандай да бір шешім қабылда қателік болуы мүмкін. Бірақ бірдеңе 100 адам, яғни жаңағы сенат, конгресс, оның ішінде біреуі жаңағы оңбаған болғанмен, қалғандары оған ілесіп оңбаған болмайды. Міне демократия деген осы. Бір ұлт, бір мемлекет тағдырын, болашағын, амандығын, қауіпсіздігін бір адамның қолына тапсырып, сол адамға беріп, сол адам көктесе көктеп, сол адам құртса құртып отыру, ол қандай қауіпті. Америка соның алдын алған ел. Яғни ол жерде бір сұмырай шығып, біреу шығып, мен Американы батпаққа батырам десе де, батыра алмайды. Ана жерде тастай қатты демократиялық жүйеде конгрессмендер отыр. Көрдіңіз ба? Америкада конгрессмендер отыр. Мысалы, Гитлер сияқты психикалық ауытқуы бар адам келуі мүмкін билікке. Гитлерде кезінде тастай халықты артынан ерте алды. Бірақ ең соңында ол Германияға, бүкіл адамзат халқына сондай қанды қырғын қасап алып келді. Сондай тарихи кешірілмес қылмыс жасады, Бірақ ондай адам Америкада келе алмай ма? Келуі мүмкін. Бірақ оған Америкада қалыптасқан жүйе, Американың заңы рұқсат бермейді. Бермейді. Осыған сеніңіздер. Ол сонысымен Америка. Ол сонысымен Америка. Және бірі, осы мемлекетті құрған, осы мемлекеттің ыстығына күйіп, суығына тоңған American дейтін халық бар. American дейтін. Ол Совет одағының халқы сияқты дінсізденген халық емес, бірі. Ол жер жүзіндегі басқа диктаторлық жүйеге үнсіз көніп отыратын тобырланған қауым емес. Екі, оның оқу тоқуы, саяси санасы
ілім деңгейі, білім деңгейі, оның руханияты, еркіндігі, ерік жігері, күші, мінезі ол қалыптасқан халық. Және бірі ол халықтың қолында құрал бар. Ол халықтың қолында құрал бар. Және ол құрал заңмен бекітілген. Және оның территориясына, үйіне, жеріне қандай да бір адам рұқсатсыз кірсе, ол тарс еткізіп атып тастауға құқылы. Және Америкада осы құралдың көп диктаторлық елдер, Америкада 40 адам өліп жатыр, ойбай, ана мектепке келіп атып тастады дейді. Ойбай, пәлен жерде қырып тастады дейді. Оның бәрі үрейлі көрсету. Себебі диктаторлық режимде қалай қару-жарақты құралды санаулы билік өкілдерінің ғана қолында болуы керек. Полицияның, армияның қолында болу керек. Ал халыққа барып ол бейтіп кете сағанда халық бұтына жіберу керек, шексіз бағыну керек. Ал сол билік өкілдері әділетсіз болсашы, олар парақор, жемқор болсашы, ол ұлтқа, отанға, халыққа зиян сасашы, оның руханиятын құртсашы, оған ешқандай кепілдік жоқ. Америкада кезінде сол анау осы мемлекетті құрған жаңағы джентльмендер егер Американың мемлекетіне, тұтастығына, қауіпсіздігіне қатер төнсе, халық көтеріліп, ол жүйені аударып тастау керек деп бекіткен. Міне. Ол Американың халқының оқу-тоқу деп айтамыз ғой, қазақша айтқанда. Ұқсамайды. Ол құлдыққа көнген, әділетсіздікті, қорлықты, зорлықты көрсе бүйтіп көрмеске салып алатын, өзім басым аман болса болды, менен басқа жер өртеніп кетсе де мейлі дейтін, сіз көрген қауымға ұқсамайды олар. Олар қоғамдағы кез келген келеңсіздікті көргенде, ол америкалықтар кеудесін керіп алға шығады. Сондықтан олардың қоғамында ешқандай келеңсіздік болмайды емес, болады, бірақ ол келеңсіздік міндетті түрде түзетіліп отырады. Пара болмайды емес, болады, міндетті түрде сотталады. Қылмыс болмайды емес, болады, міндетті түрде заң атқарылады. Ал шіріктесу, ұйымдасқан қылмыстар болмайды емес, болады, оның бәрін жүйелеп отырады. Ол адамның табиғаты, нәпсісі. Бірақ оларда механизм дұрыс. Жүйе дұрыс. Және сол жүйеге халық көнген. Қылмыскер де сол жүйенің баптарын пайдалана отырып қылмыс жасайды. Сол қылмыскерді шектейтін, оның шектен тыс етпеуінде сол жүйе сол баптарға сүйеніп тұрғызбайды. Жаңа ойынды, мысалы карта ойнайсың ғой, шахмат ойнайсың. Шахматта сен өз білгенше бүйтіп тасталып бүйтіп, мен шах болдым деп секіртіп қоя салмайсың ғой. Себебі шахмат ойнағанда қарсы жақпенен сен шахматтың жаңағы жүйесіне бағынасың. Жоқ, қолыңмен сыпырып тастап, міне мен шах болдым деп қоясың ба? Жоқ, шахматтың өзінің ережесіне бағынып отыру. Карта ойнайсың. Бізде беті қалар, алты қарта деген карта ойнайтынбыз бала күнімізде. Қой бағып жүріп, кейін қойымды көп жоғалтып, мен картаға кіріп кетемін, кіріп кеткенде бітті, бүкіл дүние жоқ болып кетеді. Ол жеңбесең ойын қызық емес. Жоқ, ойланып отырып қаршы. Соның қойымды көп жоғалтып, сосын оңбай жаңағы бір апайымыз бар. Жаңағы сол кісіден таяқ жеп, құйрыққа, май құйрыққа чіп етіп дейіп, содан екінші карта ойнамай кеткенбіз сол бала күннен кейін. Сол карта ойнағанда да бір заң болады ғой. Мысалы, жаңағы қарға 7-ні сен міндетті түрде қарға 8-бен басасың. Жоқ, мен жаңағы тапан 8-бен басам деп басасың ба? Жоқ, çıtырды 8-бен басам деп басасың ба? Ол көзір болса басасың. Сол сияқты Америкада халық та, мейлі оның билеушісі болсын, мейлі оның қарапайым халқы болсын, мейлі оның жаңағы қылмыстық тобы болсын, сол рөлмен ойнайды. Бізде ше? Бізде болды. Тоқта болды. Конституция ма? Өзгерте салады. Заң ба? Өзгерте салады. Бізде қайтады, машинасын айдап келеді де, мұжып бір 5-6 қазақты. Оны жаңа ақпаратты айтады, ешкім сұрамайды, болды. Сөйтіп ол сотталмай жүре береді. Одан тағы бір күні бар, тағы 5-6 қазақ. Жоқ, сотталмай кетеді.
Бізде барады, біреу барып өлтіріп тастайды. Өлтіргені анық болады. Жоқ, бізде айтады, не дейді? Өзін өзі атыпты дейді. Тарту. Сонша барып бүйтіп барып. Біз сондай аңыздарға сендік. Бір қазақ мәу демейді. Бір қазақ мәу демейді. Сондықтан біздің қоғамда ешқашан жақсылық, жағымды жаңалық, прогресс, ілгерілеу, демократия, еркіндік, теңдік, әділеттілік болмайды. Әділеттікті, теңдікті ешкім аспаннан әкеп, қазақтар алыңдаршы, мәх деп бүйтіп, аспаннан бүйтіп, самолетпен кеп шашып бермейді. Әділеттікті, теңдікті сен өзің талап қыласың. Өзің талап қыласың. Сол сияқты дүние. Американың сауатты халқы, азат халқы, руханияты, еркіндігі, ерік жігері, жоғары үстем өр халқы тұрғанда, Америкада кім президент болса да, ол сол елді сатам десе де сата алмайды, құртам десе де құрта алмайды. Оны ағылшындар God bless America дейді. Бізде God bless America дейміз. Құдай Американы сақтасын дейміз. Бүкіл адамзаттың демократиясының, еркіндігінің шам шырағы, адамзаттың бүкіл ғылым техникасының өндірісінің шам шырағы, бүкіл ең орнықты жүйені адамзатқа көрсеткен соңғы 3 ғасыр бойы адамдарға қалай өсуді, қалай өркендеуді, қалай дамуды үйреткен 2 реткі дүниежүзілік соғыста әділетшіл ұлттар мен халықтарға пана болған, қорған болған, дәл қазіргі кездің өзінде орыс пен Қытайдың 2 жауыз, ата жауымыздың ортасында отырған қазаққа қорған болып отырған бір ел болса, ол Америка. Егер дейді, баяғыда біздің үлкендер айтатын. Мына мұрын болмаса, 2 көз бірін-бірі шұқып тастайды екен деп. Енді ол сөз қайдан шықты білмеймін, әйтеуір үлкендер айтатын. 2 көз бірін-бірі жеп қоймасын деп ортасына мұрын қойыпты дейді. Енді ол аңыз шығар, білмеймін енді. Баяғыда қазақтың өте көп аңызы бар ғой. Бұл жерде бір нәрсе бар. Америкада туралы айтып келе жатырмыз ғой. Ресейді, Қытайды, Иранды осы 3 ата жау қазақтың. Қытай біздің бәленбай мың жылдық ата жауымыз. Ресей біздің 3 ғасырлық ата жауымыз. Қытайда, Орыста тек қана қазақты миллиондап қырумен келе жатыр. Қытайда миллиондап қырып келе жатыр. Орыстың қырған енді 16 жылғы соғыста қырған, 21-22-де 2,5 миллион қазақты қырған, 31-33-те 4,5 миллион қазақты қырған, 36-37-те 100 мыңдаған зиялы интеллигент қазақты атып тастаған, 41-45-те соғыс қайдаған, 45-тен кейін Жапонмен соғыс қайдаған, арғарай жеріңде атомды жарған, арғарай жеріңде байқоңыр ракета ашқан, бүкіл химиялық уран, гептил бәрінен улаған сол орыс. Сол орыс пен Қытайды шаужайлап тізгіндеп, бүкіл Орта Азиядағы халықтарға керек десең, Беларусуға да, Украинаға да, тіпті Балтық елдеріне де еркіндікті, егемендікті беріп, соның қорғаны болып сақтап отырған сол Америка. Американың тегеуріні болмаса, Американың ықпалы болмаса, Путин сияқтылар әлде қашан Совет одағын қайтадан қалпына келтіреді. Сондықтан біз God bless America дейміз. Американы Құдай сақтасын дейміз. Бірақ Трамп құлап қалса қайтем деп ойбайлап жылаған кісілер бар екен. Қайсы күні бір келіншек Қытайда бүкіл өзі жаңа Қазақстанда дымы жоқ екен, ешкімі жоқ. Өз күйеуін туыстар осында екен де көшіп кепті сол күйеуін ілеспен. Жаңағы сол бүкіл төркінім Қытайда дейді. Бір туысым жоқ дейді. Күйеуім бәлен ағайын солар көшіп келді де, сол күйеуім еріп келдім. Жаңағы бүкіл аға бауыр туыс туғанның беті жүзін көрмегеніме 4 жыл болды дейді. Жылап отыр. Сол сөп олар біздің лекцияны тыңдай дегенде
Трамп шықса, Қытайды құлатса, сосын туысымды көрем деген бір, мен айтпаған бір сөз оның миына орнақ қапты. Ой, мен өйтіп айтқан жоқпын десем. Енді сол Трамп Қытайды қысса, сосын қазақтар азаттыққа шықса, анау шешем ауырып жатыр дейді, әкем қиналып жатыр дейді, ана бауырымды көрмедім, ай деп аңырап, жылап отыр. Сол енді мына Трамп шықты ма, не болды дейді. Енді былай күлетін демес. Мен өзім, о кісімен сөйлесіп, мен өзім жылағым кеп кетті. Сонда Қытайдың бір қазағы, Шығыс Түркістанның қазағы, қарапайым, не істейсің десем, үйде сиыр сауам дейді, малымыз бар дейді. Талдықорғанда бір ауылда айтты, атын ұмытып қалдым, тұрады екен. Кәдімгі келіншек, жағы, балалары бар, кәдімгі ауылдың қарапайым келіншегі, әйел, жасы келген әйел кәдімгі. Сол Қытайдағы туған бауырын, туған әке шешесін, туған сіңілдерін сағынып, еңіреп жылап отыр. Трамп жеңе ме, не болды, сен бәлен күн шықпай кеттің ғой, айналайын оу дейді. Қайным оу дейді, қайным дейді. Міне, күйеу бізге, біздің тайпа екен. Сонда айтады, не болды Құдай, о Құдай дейді. Анау Трамп жеңе ме, мен туысымды көрем ба? Мына дүниеде дейді, әкем кеткел жатыр, шешем кеткел жатыр. Солар кетпей, бетін көріп қалам бекем деп еңіреп отыр ғой. Тура осы қасірет, тура осы қайғы, осыны тыңдап отырған бәріңіздің басыңызда тұр. Мен білем, бәрлеріңіздің бастарыңызда тұр. Сүйген жарыңнан тірідей айырылып отырсың. Ақ сүтін беріп, 9 ай, 10 ай омыртқасын үзіп, көтерген анаңнан айырылып отырсың. Тайғұлындай тебісіп өскен дос жараныңнан, аға бауырыңнан айырылып отырсың. Бірге туған, бір емшекте туған, бір қарыннан шыққан аға бауыр туыс туғаннан айырылып отырсың. Көрші қолаң құда жекжатыңнан айырылып отырсың. Күйеу мен әйел жарынан айырылып, бала шаға әке шешесінен, әке шеше өзінің ұл қызынан, келіннен айырылып, екіге айырылып аңырап отырған қазақсың бәрің. Бәріміздің басымызда бар. Қытайдан Қазақстанға көшіп келген 300 мың, 400 мың айналасында Қазақстанға келіп туып өскен бала шағасымен қосқанда 500 миллионның ар жақ бер жағында қазақтың, тіпті Түркия, Еуропадағы 20 мың қазақтың, Монғолиядағы 200 мыңдай қазақтың кімнің Қытайда туысы жоқ? Қытайдың найманы, Қазақстанда наймандармен туыс, Қытайдың керейі, Қазақстанда кереймен, Қытайдағы албандар, нарықол кеген албандармен туыс, Қытайдағы суандар, Жаркенттегі соны, Қытайында жаңағы әрбірден Қоңыратта бар, Сайрам көліне жақын жерде. Шымкенттің Қоңыраты бар. Арасанда Қыпшақтар бар. Жезқазған, Қарағанды Қыпшақ. Арғындар бар. Жалайырлар бар. Қаңлыдар бар. Керек десең, мына Алтай бетінде кіші жүздер де бар. Алтай бетінде кіші жүздің қазақтары бар. Сол кіші жүздің қазақтары Өскемен, Семейге дейін қашып келіп, Қытайға өткен өте алмағаны қалып қалған дейді. Ал не дейсің? Кім жоқ Қытайда? Бәрі бар. 300-дің қазағының бәрі бар. Алтайда қожа да бар. Ол қожа қайда? Түркістанның қожасы. Кезінде Ақкиізге салып, Өскенбай Кеңгірбайдың заманында Семейге арғындар барғанда, сол Семейге барғаннан Өскемен ары қарай жылжып Қытайға дейін кеткен қожа. Бір баласын Кемалатқа толғанда үйім беріп, еншісін беріп отырып, тірім қисайса жаназасын шығар, баламыздың ашамайын кес, тілін сындыр деп алып кете берген қазақ. Бәрі бар. Төре бар. Төренің бәлеу, керейдің төресі, Қызайдың төресі, Сама төрі, бәрі бар. Кім жоқ бұл жақта? Бәрі. 300-де қай қазақ бар, сол қазақ бар. Бәрі сол тірісінен тірідей, өлісінен өлдей айырылып,
бір сөйлесуге, бір зар болуға, бір тілдесіп қалуға зар болып отыр. Соның бәрі неден? Кімнен? Қытай Компартиясынан, Ши Цзиньпин дейтін мынау дәджалдан, тажалдан, Ши Цзиньпин дейтін фашистен, Ши Цзиньпин деген қанқордан, Ши Цзиньпин деген қанішерден, осының қыңыр қисық адамзатқа қарсы геноцидтік саясатынан қор болып отырсың. Енді оны шешетін жалғыз жол, жалынғаның, жалбарғаның, басың тұрғаның, Компартияны мақтағаның, том-том кітап, өлең жазып Компартияны мадақтағаның ол ес қатпайды. Жалғыз ақ жол, әлемдік қауымдастыққа өзіңнің кіміңнен айырылдың? Бала күнгі ғашығыңнан айырылдың ба? Көршіңнен айырылдың ба? Ұстазыңның өлтірісін білгің келең ба? Құдаңның құдасы хабарсыз кетті ма? Бірге туған аға бауырыңшы, бірге оқыған сабақтасыңшы. Соның барлығының дерегін жаз. Мен Бәленбай Түгенбай, менің бір класста оққан сабақтасымның 40 бала бірге оқып едік. Содан Қазақстанға аман жеткеніміз 5-еу, 35-інің аты жөні мынау, өлтірісін білмеймін. Баяғыда 5 жыл бұрын хат-хабар алысатынбыз, қазір жоқ. Бер тізімдікті, болды. Ашық берсең ашық бер, жасырын берсең жасырын бер. Оның барлығын біз жасырын десең жарияламаймыз, бірақ халықаралық қауымдастыққа жеткіземіз. Міне, Қазақстан азаматы Бәленбай Түген бір класста 40 бала оқыпты. 5-еу Қазақстанда аман екен, 35-інің өлтірісі белгісіз. Бізге аты жөні керек. Ұсталды, сотталды, дерегін білсең айт, дерегін білмесең өлтірісін білмеймін, хат-хабар жоқ. Бұның барлығы айналып келгенде батысқа нені дәлелдейді? Қазақтардың сол жердің байырғы иесі болған, қазақтың, ұйғырдың, өзбектің, қырғыздың, татардың, тәжіктің тіпті хат-хабар алысу құқығына дейін шектеліп, олардың мүлде изоляцияланып, бүкіл әлемнен қоршалынып бөлектелгендігін дүниеге дәлелдеуге тиіспіз. Өткенде мақтаға мәжбүрлі еңбек істеген дәлелдейміз дедік. Қаншама адам шықты, дәлел берді. Жасырын беріңдер дедік. Қорқсаңдар. Қаншама адам шықты. Міне, енді Қытайдың мақта өнімдеріне қысып жатыр. Жетістік па? Жетістік. Нәтиже ма? Нәтиже. Қытайдың міне осы өткенде ғана 40 шақты компаниясына тыйым салды. Енді Ресейге тыйым салды. Трамп кеткен күнде де Байден сол Трамптың тыйым салған компанияларынан тыйымды ала алмайды. Неге? Заң болып бекітіліп кетті. Міне, Трамп тіпті сайлануға дайындалып жатыр, және өзі кеткеннен кейін Байденге кәдімгі шахматтың жүрістерін тастап кетіп жатыр. Болды емес. Сондықтан тағы бір нәрсе айтамыз. God bless America. Құдай Американы қорысын, Құдай Американы сақтасын. Және Қазақстанды да Құдай панасына алсын. Жер жүзіндегі барлық езілген, қорлық көрген, құқы тапталған барша қауымға еркіндік, теңдік берілсін. Мен сөзім осымен тамам. Естіп отырсаңыздар, көріп отырсаңыздар, бір лайк басып, YouTube'да отырғандар астындағы тіркелу дегенді басып, registration немесе орысша айтқанда подписация дегенді басып қолдаңыздар. Біздің YouTube каналымызды, Facebook каналымызды 60 апа 70 жездеңізге таныстырыңыздар. Сау болыңыздар. Құрметпен Серікжан Біләшұлы. Дәл қазір міне Стамбулда жұма 2020 жылдың 25 желтоқсаны. Түнгі сағат 2-ден 45, Алматыда таңғы сағат 5:45 болды. Бәріміз аман сау болайық. Мен де бір уақ жамбасым жерге тигізтіп ұйықтайын енді. Аман болайық.